Бүгін тәртіп сақшылары Ақтау қаласындағы халық көп шоғырланатын жерлерді тексеріп, түсіндіру шараларын жүргізді. Елдегі төтенше жағдайға байланысты тұрғындардың өзінің және өзгенің денсаулығына бей-жай қарамауға шақырды. Елдегі төтенше жағдайға байланысты тәртіп сақшылары жедел жұмыс кестесіне көшкен. Олар бүгін әкімдік қызметкерлері және еріктілерден құралған топқа қосылып, қоғамдық орындарды аралады. Сақтық шараларының маңыздылығын түсіндірді. Маңғыстау облысы полиция департаментінен еріктілер қатарынан боламын. Мен сізді төтенше жағдайда қауіпсіздік шараларын сақтап, қолғап, маска киіп жүруге, қоғамдық орындарда көп жүрмеуге шақырамын. Халықтың қауіпті жағдайда қарапайым ережелерді сақтамайтынын көрдік. Бетпердесіз баласын жетектеп, саябақта серуендеумен жүр. Полиция қызметкерлері қазіргі жағдайда тәртіпке бағынып, үйде отыру керектігін баса айтты. Ал бизнесін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлерге уақытша жұмысты тоқтата тұру керектігін ескертті. Аман-есен үйге барып, сосын семьяңызбен, жанұяңызбен үйде тұрып, тек при необходимости дейді ғой, жаңағы күнделікті тамағымызға или басқа бірдеңе керек болған жағдайда үйде маскамен, перчаткамен өзіміз сақтан. Бүгінгі таңда 12 әкімгерге, яғни ресторан, кафе иелеріне әкімшілік хаттама толтырылған. Құқық бұзушылардың 4-еуі әкімшілік қамауға алынып, біреуіне штраф, яғни айыппұл салынды. Бұл жұмыс бұл бағытта ары қарай жалғасын табады. Біздер күнделікті халықтың осы Маңғыстау облысы тұрғындарының қауіпсіздігін сақтау бойынша жұмылып жұмыс жасаймыз. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Тұрғындар қазір осы нақылды тәртіпке бағынған аман қалады деп түсініп, сақтық шараларына салғырттық танытпаса жөн болар еді дейді полиция қызметкерлері. Айнұр Маратқызы, Амангелді Нұрбай, жаңалықтар.